Әмеңгерлік дәстүрлі құқықтық мәдениеттің негізгі институттарының бірі. Күйеуі өліп, жесір қалған әйелдің қайнағасына немесе қайнінісіне, не болмаса жұбайының ең жақын туыстарының біріне тұрмысқа шығуы, некелесуі. Бұл қазақ қоғамында ерте заманнан аға өлсе жеңге мұра, іні өлсе келін мұра. Әйел ерден кетсе де елден кетпейді деген қағидаға айналып, әдеттік заң нормасы ретінде қалыптасқан. Әмеңгерлік мәселесі ру ақсақалдарының басқаруы мен қандас туыстар арасында мұқият талқыланған, ортақ ұйғарыммен шешілген. Әмеңгерлік институтының тек әлеуім құқықтық қана емес, сондай-ақ тәрбиелік, гуманистік мәні де зор болған. Біріншіден, көшпелі тұрмыс салтында жесір әйелдің жалғыз өзі, күнелтуі, күйеуінен қалған бала-шағаға, мал-мүлікке ие болуы қиын. Бөгде, тегі бөлек біреуге тұрмысқа шықса, балаларына өгейлік, мейірімсіздік танытуы мүмкін. Екіншіден, марқұм күйеуінен қалған мал-мүлік жесір әйелге берілсе, бөтен адамның иемденіп кетуі, талан-таражға салуы, жетім балаларды нәпақасыз қалдыруы мүмкін. Үшіншіден, бөгде біреуге күйеуге шығатын болса, әкелерінің қандас, аталас туыстары жетім балаларды анасынан ажыратып алып қалуы ықтимал. Мұның ауыр қиянат боларын қазақтар жақсы түсінген. Сондықтан, аталған факторларды ескере отырып, қазақ ғұламалары жеті жарғы нормаларында ері қайтыс болған жесірдің елден кетпеуін, күйеуінің қандас туыстарының біреуіне күйеуге шығуын міндеттеген. Қаза тапқан еркектің туған туыстары жесір әйелдің әмеңгері аталған. Қазақ қоғамында әмеңгерліктен бас тарту сирек кездескен. Ол өзінің туысының жетім қалған балаларына яки өзінің қандас іні қарындастарына мейірімсіздік, жанашымастық ретінде бағаланған. Ал әйел әмеңгерліктен бас тартса, оған бала да, мал-мүлік те берілмеген. Тек өз қалауымен күйеуге шығу еркі ғана берілген. Абай Құнанбаев інісі Оспан дүние салған соң, оның жұбайы Еркежанға үйленді. Қазақтың бұл дәстүрі әмеңгерлік деп аталады. Осы дәстүр бойынша бір еркек қайтыс болғанда, оның бауырларының бірі марқұмның жесіріне үйленіп, бала-шағасына қамқор болады. Қазақтар жайлы жесірін қаңғыртпаған деген сөз бар. Яғни, қазақтар жесір қалған әйелдерді, олардың бала-шағаларын жетімсіретіп, жәудіретіп қоймай, өздерінің әулеттерінде сақтап қалып, бағып-қағып, қамқорлық жасайтын болған. Бұл туралы шариғатымыз не дейді? Сахабалар мен табиғиндердің арасында да осындай дәстүр болған. Мәселен, пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, немересі Умму Күлсум, күйеуі Мұхаммад ибн Джахфар қайтыс болғаннан кейін, оның бауыры Абдуллах ибн Джахфарға тұрмысқа шыққан. Сол себепті мұндай неке шариғат тұрғысынан да, жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан да құпталады. Бұрын қазақтарда балалар үйі және жезөкшелік деген ұғымның болмауының себебі де осы шығар.